Биыл 6-шы рет жалау желбіреген шаңыраққа жол атты халықаралық турнир жастар жылына арналды. Жарыс шаңырақта орналасқан спорттағы дарынды балаларға арналған спорт мектеп интернатында өтуде. Жарысқа Өзбекстан, Қырғызстан және Қазақстанның барлық облыстары мен қалаларынан 300-ден аса балғын теннисшілер келді. Жылдан жылға спортшылардың саны өсіп келеді. Осыдан 1-2-3 жыл бұрын 200-100 бала, 200 баладан қатысушылар болатын болса, биылғы жылы бізде өте көп спортшылар қатысып отыр, 326 спортшы қатысып отыр. Бұл жарыстың мақсаты біздер келешекте өзімізге спорт резервін және де осы біздің шаңырақ мектебін бүкіл Қазақстанға көрсету және де жақсы спортшылар таңдап алу мақсатында өткізіп отырмыз. Жастар мен жасөспірімдер құрамасының негізін шаңырақ спорт мектебінің түлектері құрайды. Сондықтан аталмыш турнирдің өткен жылғы жүлдегерлері Заңғар Тағабек пен Анна Ясакова бұл жолда тек жеңіс үшін барымызды саламыз дейді. Мен тенниске қатысқаныма 6-шы жыл болайын деп жатырмын. Мен осы шаңырақта 1-ші жыл оқып жатырмын. Менің осы путь шаңыраққа жол атты жарысқа 3-ші жыл қатысайын деп жатырмын. Осының алдын 2 жарыста мен 3-ші орын алған болатынмын. Осы жарыста да мен жүлделі орындарға іліккім келеді. Мен осы жерде оқимын. Бұл жер өте керемет, тренировкалары да өте жақсы. Қатысушылар айналмалы жүйе бойынша өзара мықтыларды анықтайды. Негізгі бақтыластық Қазақстан және Өзбекстан спортшылары арасында өрбейді дейді мамандары. Ал турнир жеңімпаздары 9 мамыр күні белгілі болады.